Алтыншы сынып, 4-ші тақырып, 11-ші, 12-ші сабақ. Электр шамдары. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, тірек сөздерді анықтаңдар. Электр қуатын үнемдеудің түрлі жолдары бар. Жарықтан бас тартпай-ақ, электр энергиясын аз тұтынатын шамдарды кеңінен қолдануға болады. Жарық көздерінің барлығын жарық диодты шамдарға алмастыру қажет. Жарық диодты шамда газбен қыздыру жібі болмайды. Шыны сауыты және қауіпті жылжымалы бөлшектері де жоқ. Жарығы тұрақты, көзге кері әсері жоқ. Қуат көзін үнемдеумен қатар, денсаулыққа да зиян емес. Уважаемые зрители, обратившись по телефону, указанному на вашем экране, вы можете приобрести уроки с полностью выполненными заданиями и переводом на русский язык.